Кандай болуп аткан сууга жуйбуз? Крандан агып аткан сууга жуйбуз. Токтоп турган же салынып турган, куюлуп турган ичке жуйбузбу? Жок, колубуз таза болуш үчүн кранда агып аткан сууга эмне кылабыз? Жуйбуз. Эшикке. Мына ушулардын баардыгында эмне бар деп көрсөтүп атат сүрөттө. Микробтор бар деп. Сөзсүз түрдө тепкичтен өйдө чыгып баратканда перилада микроб бар. Анан телефондо да микроб болот. Мышыктар маңдайында микроб болот. Клавиатураны кармаганда да сөз микроб бар. Анан сыркары кагаз оюнчуктарда да бар дейт, топто дейт. Анан эшиктин кармагычында да болот дейт. Буларды кармагандан сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Кандай кылып жууш керек? Сабын менен. Эмне кылып атат? Эмне себептен кетип атат? Эмне негизинде кетип атат? Жууган сайын микробтор кетип атат. Жараласың ден соғып, асылбайлық алтын болып, кен болып, шындығында адам қылған адамды бақыт екен, тана екен ден соғып, бақыт екен, тана екен ден соғып. Ойлоп сыздап кетет қабырғам, башқаларға сөз айта албай жанынан, алтын тажы кигізейін башыңа. Манжаларын ақылат, самындағын жақшылап, апам көріп қобансын, алақанын чаққылап. Аты жоқта ортоның, айта кирден қорқамын. Мені жу. Шылдыр сылағат, шипалақта суранат. Мені жу. Манжалар